Сәлем құрметті оқушылар, сіздермен мен Айдана. Бүгін бізде өсілетін тақырып карактерленген шарттарды программалау. Біз алдыңғы сабақта толық және толық емес алгоритмдерді қарастырдық. Енді екі жолдан артық таңдау жасаса, күрделі алгоритм құру керек болады. Мысалы, біз өмірде мысал келтірсек, интернет желісінде жылдар бойы жас ерекшелігіне сәйкес бейне контентті қарау ұсынылады. Мысалы, 2 жаста мультикті, 5 жаста дамытушылық ойындарды, 8 жаста робототехника, 11 жаста Python программалау, 14 жаста ойынды программалау, 17 жаста қаржылық сауаттылық, яғни әртүрлі жағдайға байланысты бізде бірнеше шарт құрылуы керек болады. Енді осы кірістірілген тармақталу бұл басқа тармақталу бұтақтарының бірінен табылатын тармақ. Бұны ашығырақ айтатын болсақ, кірістірілген тармақталуда бір айналымнан кейін программаны орындау барысында басқа айналымдар пайда болады. Яғни мұнда байқап отырғаныңыздай, мынау бірінші шартта я жоқ деген айналым тұр. Дәл осы шарттың жоқ деген бөлігінде тағы екінші айналым қарастырылған. Және де бұл бізде 8 бос орынмен шегініспен жасалынатын болады. Кірістірілген оператордың орындалуының тиімсіздігі тармақталудың бір деңгейден екі деңгейге дейін пайдалануды ұсынады. Келесі бізде кірістірілген оператордың жазылуы. Кірістірілген оператор құрылымында if операторының әрқайсысына тек бір else операторы сәйкес келеді. Else if бұл оператордың жиынтығы мұна мағынаны білдіреді. Егер келесі шарт орындалмаса, онда берілгендер тексеріледі. Егер шарттардың бірде-бірі дұрыс орындалмаса, онда else операторының құрылымы орындалады. Яғни мұнда бірінші if деген шартты тексереді. Ол ақиқат болса орындайды, ақиқат болмаса келесі шартты тексереді. Келесі else-ға өтеді. Else-ның ішінде бірінші шартты тексереді. Осы шарт орындалса, онда екінші нұсқа орындалады. Ал егер де осы else if орындалмаса, онда else-ның ішінде тұрған else, яғни үшінші нұсқа орындалатын болады. Біз енді есеп қарастырып көрсек, осы тақырыпқа есеп бізде бағалау жүйесі. Есептің шарты бойынша студент емтихан бағасын енгізетін бағдарлама жазыңыз. Бағаға сәйкес студенттің жетістігін анықтаңыз. Мысалға, егер ол 90 мен 100 аралығында алса өте жақсы, 75 пен 89 арасында алса жақсы, 50 мен 74 аралығында алса қанағаттанарлық, 0 мен 49 аралығында алса қанағаттанарлықсыз деп шығару керек болады. Егер енгізілген мәндер 0 мен 100 аралығында болмаса, қате баға 0 мен 100 аралығында болу керек деп шығару керек. Енді осы есептің кодын талқылайтын болсақ, бізде ең алдымен grade деген айнымалы жасалды. Айнымалыға жаңа студенттің бағасы енгізілетін болады. Егер де осы grade 90-нан үлкен немесе тең, және де 100-ден кіші немесе тең болған жағдайда, онда бізде нәтиже өте жақсы болады. Ал егер ондай болмаған жағдайда болмаса, бізде келесі шартты тексеретін боламыз. Егер ол 75 пен 90 аралығында болса, нәтижесі жақсы болады. Келесі бізде, егер де осы шарт орындалмаса, онда келесі шартты тексереміз. Ол 50 мен 75 аралығында болса, нәтиже қанағаттанарлық деп шығатын болады. Егер де дәл осы шарт орындалмай, келесі шартқа келетін болсақ, бізде 0 мен 50 аралығында болады. Ал егер де жоғарыдағы ешқандай шартты орындалмаса, онда else блогы орындалатын болады. Ол бізде қате баға 0 мен 100 аралығында болу керек деген хабарламаны басып шығаратын болады. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі сабаққа кездескенше, келесі сабақтарды өткізіп алмау үшін каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.